елім дегендер қамын жегендер, ата өрендер намысы қайнағандар, ел үшін арышын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қазіргі таңда Геолог ықшам ауданында 3,5 километр құрайтын бөгет жасалып жатыр. Соның ішінде қазіргі таңда біздер 2,5 километрді бітірдік. Оның ішінде 30-35 мың қап топырақпен жасалды, және де 2 километр топырақпен төселді. Және де біздерде осы таңда Казтрансойл мекемесімен және де ауылдың тұрғындарымен бірге жұмылдырып, шамамен бір 15 шақты техника жұмыс жасалып жатыр. Енді біздің қазіргі уақыттағы мақсатымыз осы геологтағы жұмысты, балды бөгеттеу жұмыстарын тез арада бітіріп, қасымызда көрші ауылдарға көмектесу мақсатымыз. Күш бірлікте, бірлік бар жерде тірлік бар. Барлығымыз бірлігіп, елімізді су тасқынынан алып қалуға амалдайық иншалла.